соларға оқытсақ, вероятность көп болады басқа елдерге кетіп қалуына. Мемлекетті де дамыту керек, және де балаларды дамыту керек дегенді ұқтаймын. Қазақта мынандай сөз бар, бір оқпен екі қоянды ату. Солай бір оқпен екі қоянды атып алсақ болады. Және де оқушыларға ұстаздардан келетін психологиялық ықпалы нашарлау болады. Себебі балалардың өзінің саморазвитиясы болу керек. Өздері қателіктерінен үйрену керек. Мысалы, Стивен Кови, Илон Маск, Джек Ма бәрі де сол қателік жасаудан үйренген болатын. Егер де балаларды класстарға бөліп тастаса, біріншісі 1А, 2 бөліп тастаса, олардың араларында бір-біріне деген ынталары болады, жетуіне деген. Егер де бала көбінесе жақсы оқыса, ол сол 1А классына жетуіне барынша көп тырысады. Сол себепті солай ойлаймын. Және де мектептің класс ішінде оқушылардың бір-біріне деген сөздері ол орнықты сөздер. Себебі адам баласы оған внимание бөлу керек. Бала өзінен ошибка жасау арқылы үйренеді. Бағанағы айтқан сверхинтеллектный адамдар, олар Джек Ма, Стивен Кови, олардың бәрі де ошибка жасаудың арқасында үйренген болатын. Яғни бізге балаларға ата-аналардан келетін және де ұстаздардан келетін психологиялық ықпалды реттеуіміз керекпіз. Оқудың схемасына оған өзімізге эффективный ойлап табуымыз керекпіз. Басқа елдердің қабылдамау керек.